Ассаламу алейкум. Бізде үшіншісі дамма. Дамма. У деп дыбысталады. У. Ол біздегі вау әрпі бар ғой мынандай. Вау. Соның кішкентай түрі. У деп қалған. Міне өзінің түрі көрініп тұр. Әріптің үстіне келеді. Бізде мынау алиф хамзалаттың үстіне келсе, ол мынау өзі еді ғой. Үстіне хамза келетін болса, у болып қалады. У деп жүрмейсіз, у деп оқисыз. Мынау сонда у, зи, на. У, зи, на. У, зи, ро. У, зи, ро. У, зи, ро. Ду, ри, ба. Ду, ри, ба. У, зи, ро. У, зи, ро. Мына жерде жаңа бір у деп айта салсаңыз, сәл күш беріңіз, өйткені біз вау, оның үстіне дамма, екі у. У, зи, ро. У, зи, на. У, зи, на. Ру, зи, қа. Ру, зи, қа. Ру, ди, фа. Ру, ди, фа. Зу, ри, а. Зу, ри, а. Ду, ба. Ду, ба. Ду, ба. Ру, до. Ру, до. Ра, у, са. Ра, у, са. ذا, ру, а. ذا, ру, а. Ра, ду, ха. Мына жерде негізі ханың төбесінде фатха болу керек. Ра, ду, ха. Ра, ду, ха. Ра, зу, ла. Ра, зу, ла. Ра, мынау кәдімгі з. Мынау сақау з. Мынау зу. Ра, зу, на. Ра, зу, на. Ва, ду, а. Ва, ду, а. А. Бисмилла. Ду, ри, са. Ду, ри, са. Ду, ри, ха. Ду, ри, ха. Ду, ри, а. Ду, ри, а. Ру, ди, а. Ру, ди, а. Ру, ди, фа. Ру, ди, фа. Ру, ди, хо. Жуан. Хо. Ру, ди, хо. У, ри, жа. У, ри, жа. У, ри, до. У, ри, до. Ру, ди, я. Мына астында екі нүкте болмаса да, яй болып оқылады. Ру, ди, я. Ру, ви, я. Ру, ви, я. У, ри, да. У, ри, да. У, ди, на. У, ди, на. Ва, зу, на. Ва, зу, на. Ва, ду, ка. Ва, ду, ка. Ва, ду, а. Ва, ду, а. У, ди, а. У, ди, а. Осымен дамма бізде не? У деп дыбысталатын дамма харекеті аяқталады. Одан кейін біз басында айтпады ғой деймін. Егерде мысалы байқағанымыздай бірінші әріп р, одан кейін барып дамма, яғни харекет оқимыз. Мүмкін оның төбесінде фатха болса, бірінші р, о. Бізде көп бастаған кісілер бірінші мынаны одан кейін р деп оқып жатады. Жоқ. Бірінші әріп, одан кейін харекет. Бірінші әріп, одан кейін харекет. Иншалла. Харекеттер осымен бітеді. Үшеу ғана. Фатха, кәсіра, дамма. Фатха, кәсіра, и, дамма, у деген. Одан кейін арғылай 2-3 белгі бар. Иншалла. Сіздер Құранның сөздерін оқып жассыздар. Әрбір сөз үшін, әрбір үшін сауап алып жассыздар. Сондықтан мына бір әріпті оқыдыңыз, сізге сауап жазылып жатыр. Сіз ойламаңыз,
құранды оқысам ғана жаңағыдай сауап болады деп. Сіз құранды үйрену жолында бұның өзі сауап. Сондықтан сіздер уақыттарыңызды еш кетірген жоқсыздар. Сауап жазылып жатыр иншалла. Алла берекесін берсін.